Мен мысалы жалпы орта білім беру мектебінің 7 сынып аяқтаған және 8 сыныпқа қадам басқан оқушысы Берікова Айзеремін. Қазіргі кезгі жаздың 3 ай ішінде, 3 ай бойы мен өз білімім мен демалысымды бірге араластырғым келіп тұр. Яғни мен өз-өзім демалысыма кедергі келтірмей, бірақ демалыс бостан-босқа өтпей, өз білімді тексергім келіп тұр. Яғни Топик.кз платформасы арқылы 7 сыныпта қандай тақырып өттім, қандай тақырып түсінбедім, қандай есеп шығара алмадым, қандай тәжірибе істей алмадым, соның барлығын ескерте отырып, Топик.кз арқылы барлығын жинақтап ұтыс алғым кеп тұр. Келесі жылға 8 сыныпқа дайын болу үшін Топик.кз платформасы барлық сыныптарға ашық, барлық тақырыптар, кітаптары жинақталған. Ескі нұсқасы, жаңа нұсқасы, соның барлығын ескере отырып, Топик.кз платформасы оқушыларды дайындатады. Мектепте болсын, үйде болсын. Әсіресе қазіргі кезде мектепке бармай қоя отырып, мұғалімдердің мазасын алмай, оқушылардан басқа бір нәрсе сұрамай, мен өзім жеке дайындала аламын. Әрбір оқушы өзінің жауапкершілігінен ұтыс алу керек. Яғни қазіргі кезде балалар жауапкершілікті тартыру керек. Егер бала келесі жылы мен бұл тақырыпты түсінбей жатырмын, сондықтан мен өзім онымен жұмыс істеймін десе, онлайн курстар алмай қойып, мұғалімдерге сабақтан кейін жақындамай қойып, үйде отырып, телефон сотка арқылы Топик.кз платформасын ашып, өздерінің білімдерін қайта тексеріп, жаңартып алып алады. Топик.кз платформасы өзінің жинақталған кітаптарын пәндеріне араласқан. Әрбір кітапта өзінің бөлімдері бар. Бөлім ішінде тақырыптар бар. Тақырыптардың өздерінің аудиолары, видеолар, анықтамалары, қандай ақпарат керек, соның барлығы аяғынан бастап басына дейін жетеді. Сондықтан бұл баланың білім шегін білдірмейді. Бала деген өзінің жауапкершілігін және қазіргі кезде жаз бойы тек демала бермей, келесі жылы өзінің сенімділігін арттыру үшін, келесі жылға дайын болу үшін, оның сенімділігін арттыруға арналған Топик.кз платформасы мен сіздерге нақты тұтас беремін.